Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, дүкендікінен әлдеқайда күшті балаларыңыздың туған күніне және де немесе қонақтарға ұсынатын вупипа тортын бөліскім келіп тұр. Достар, видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдауды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ең әуелі шоколадымыз бен майымызды ертіп алатын боламыз. Менде пармоншасында ерттім. Сосын Қазақстан шоколадын қолданғанды жөн көрдім. Мінекей осылай бірыңғай бір массада болғанша ертіп, кейін суытуға қоямыз. Осы аралықта біз жұмыртқаларымызды шағып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Жұмыртқаларымызды кішкене миксерлегеннен кейін қантымызды 2 бөлікке бөліп бірге араластыратын боламыз. Енді осы массамыздың үстіне жаңағы суыған шоколадты майымызды құямыз. Сосын және де миксерлейміз. Достар, видео ұнаса міндетті түрде тіркеліп, қолдап, осы YouTube каналымның дамуына кішкене болса да үлес қоса кетуді ұмытпаңыздар. Енді менде шамамен 200 грамдай ұныма 2 қасық какао салып, сосын 1,5 қасық қамыр қопсытқыш салып, жақсылап араластырып алдым. Енді осы қамырымызды 2-3 бөлікке бөліп, електен міндетті түрде өткізіп, жақсылап миксерлеп аламыз. Бірден сала салуға болмайды. Әйтпегенде қамырымыз өспей жатып қалатын болады. Мінекей осылай қатты қою да емес, сұйық та емес, осындай массада дайындап аламыз. Менде 18 сантиметрлік осындай формада. Үйде пергамент қағазы болмағандықтан мен осылай жаңағы форманың тарелкасына бірден пісіре салуды жөн көрдім. Міндетті түрде жабыспас үшін су май жағып алдым. Шамамен 5-6 қасықтай бөліп салып, кейін оны алдын ала қызып тұрған пешімізде 190 градуста 5-6 минутта пісіріп алдым. Осы жерде айтайын дегенім, осылай жасасаңыздар уақыттарыңыз үнемделеді. Әрбір пергамент қағаздарын формаға салып, бөліп отырмайсыздар. Сосын осы корж піскеннен кейін шамалы кішкене жабысады. Оны жуып тастап, кейін құрғатып, май жағып, әрбір коржыларын осылай пісіре берсеңіздер болады. Мінекей, мен түсінікті болу үшін екінші коржымды жуып, сүртіп, құрғатып, су май жағып, осылай пісіріп жатырмын. Мінекей достар, мінекей коржыларымыз осындай өте әдемі, формасы да күшті болып піскен. Енді кремімізді дайындап аламыз. Творожный сырға қантты қосып, екеуін жақсылап кішкене араластырамыз. Кейін оның үстіне 33% кілегейімізді қосып араластыратын боламыз. Кілегей міндетті түрде 33 немесе 35% аралығында болу керек. Әйтпегенде кремдеріңіз шықпай қалады.
осылай жақсылап араластырып, өзінің формасына келгенше араластырамыз. Мінекей достар, креміміз дайын болып қалды. Осылай із қалдырып, өз формасын сақтағанда креміміз дайын болады. Енді кремімізді кішкентай қалтамызға салып, торттарымызды жинап алатын боламыз. Мен бұл жерде насадка қолданбай, пакеттің аузын қайшымен бірден кішкене қылып кесіп жинай бердім. Бірден осылай жинай бастадым. Бұл жерде менде ас үйім кішкене жылы болған кремдерім ас үйімнің бөлмесі кішкене жылы болған. Сіздерге осындай салқын жерде крем жинауға кеңес беремін. Сіздерге ескертуім, ас үйлеріңіз кішкене салқын болғаны дұрыс. Немесе бір салқын жерге барып жасағандарыңыз дұрыс. Әйтпегенде менікі сияқты осылай кремдеріңіз кішкене ағып кетіп, формасын сақтамай қалады. 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді осы ең үстіңгі қоржынға осындай сұйықтығымызды дайындап аламыз. Менде 33% сливкимен жаңағы шоколадымды ерітіп алып осылай құйдым. Сосын осы тортымызды 1 сағатқа мұздатқышқа қалдыратын боламыз. Негізі сіздерде лопатка болса, бұдан да күшті болады. Мен қарапайым үйдегі қасықпен осылай жаймалай салдым. Мінекей тортымыз дайын. Мен әсемдік ретінде таңқурайды үстіне қолдандым. Достар, видео ұнаса міндетті түрде тіркеліп, қолдап, лайк басып кетіңіздер. Балаларыңызға жасап, оларды қуантыңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.